Саламатсыздар ма студенттер? Дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Ерғазы Бақтияр Махмуджанұлы. Сабақтың тақырыбы: снаряд лақтырудың техникалық әдістері. Сабақтың мақсаты: гранат лақтыру техникасын үйрету, президент сынамаларын білу, тапсырмаларын алу. Сабақтың міндеті: оқушылардың иек буындары мен кеуде омыртқаларының қозғалыстарының дамуына ықпал ету. Оқушылардың граната лақтыру техникасын туралы білімдерін меңгеруін ықпал ету. Спорт снарядты лақтыру кезіндегі қауіпсіздік ережелер. Дене шынықтыру және спорт шұғылданған кезде спорттық киім және аяқ киім табаны тайғақ болмауы керек. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарының кезінде кесіп өтуге рұқсат етілмейді. Спорт құралдарын гранат, диск, найза лақтырғанда лақтыруға бағытталған адамның болмауы қарап, бақылап алу қажет. Лақтырушының оң жағында тұруға рұқсат етілмейді. Жауын шашынды күндері лақтырған құралдар жабдықталған. Мұқият серкітіп, құрғатып, кейін ғана пайдалануға керек. Граната бір-біріне лақтырмай, лақтырушының қолына немесе жерге қойып беру керек. Снарядтарды толықтай лақтырып болған соң ғана мұғалімнің рұқсатымен ғана жинап алуға болады. Жеңіл атлетикадағы лақтыру түрлері: бастан асыра, граната, найза, бұрылып, диск, балға. Лақтыру түрлері: ядро, диск, найза, гранат, кіші доп. Лақтыру қадамдары: гранатаны дене мен иықтың бұрылуымен бірге лақтыру қадамымен жайлап апару. Найза лақтыру әдісі: ерлерге арналған найзаның салмағы 800 грамм, әйелдерге 600 грамм. Найзаның ұзындығы: ерлерге 260 см, әйелдерге 230 см. Ұстаудың екі әдісі бар. Бірінші қалыпта найза алақанға салынып, бірінші және сұқ саусақпен ұсталады. Екіншісі қалыпта бірінші және үшінші саусақпен ұстайды. Үшінші саусақ орамның артық жағынан астына орналасады. Диск лақтыру. Диск лақтыру жеңіл атлетиканың түрі. Белгіленген шеңбердің ішінен лақтырғаннан кейін арнайы шектелген аймақтың ішіне түседі. Спортшылардың жігер мен қозғалыс координациялық талап етеді. Ядро итеру. Басқа құралды лақтырумен салыстырғанда ядро итеру орындауы өзіндік ерекшеліктері бар. Ең әуелі ядроны қолға ұстай білу керек. Одан кейін ядроны үстіңгі жағынан иықтың үстімен иықтың астына қойып, астыңғы жағымен қолмен ұстап тұрып, алдыға итеру арқылы жаттығуды орындау қажет. Құрметті студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма: спорт денсаулық туралы мақал-мәтелдер жазып келіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.